Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Зерде мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Гүлмира Жақсылыққызы. Мен сендерге математикадан қашықтықтан оқыту бойынша сабақ өтемін. Бүгін үлкен тарауды бастаймыз. Тарауымыз су тіршілік көзі деп аталады. Ал бүгінгі өтетін тақырыбымыз 140-ты 2-ге көбейту, 280-ді 2-ге бөлу түріндегі жазбаша және көбейту және бөлу. Негізгі мақсатымыз 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмінің жаңа түрін үйренесің. Енді балалар, біз келесі тапсырмамызға көшетін болсақ, мына жерде бізде 140 санын 2-ге көбейту берілген. 140 санын бүгін біз 2-ге қалай көбейтуді үйренеміз. Бірінші көбейткішіміз 140, яғни 14 ондық. 140-ты жазамын. Ондықтың астына екінші көбейткіш 2-ні жазамын. Ондықтарды көбейтемін. 4 ондықты 2-ге көбейтемін. Тең болады 8 ондық. 8-ді ондықтардың астына жазамын. Жүздіктерге көбейтеміз. Біздің жүздігіміз 1. 1 жүздікті 2-ге көбейтемін. 2 жүздік болады. 2 жүздікті 2-нің астына жазамын. 2-ні жүздіктің астына жазамын. Жанына 0-ді түсіремін. Сонда біздің жауабымыз неше шықты балалар? 280 шықты. Дұрыс айтасыңдар. Жауабын оқимын. 280. Енді балалар 280-ді 2-ге бөлуді шығарамыз. Ол үшін біздің бөлінгішіміз 280, бөлгішіміз 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 2 жүздік, бөлінді де 3 цифр болады. Жүздік, ондық, бірлік. Енді балалар, жүздіктерді бөлеміз. Жүздігіміз 2, 2-ні 2-ге бөлеміз. 1, 1-ді бөліндіге жазамын. Ондықтарды бөлемін. 8, 8-ді 2-ге бөлемін. 4, 4-ті бөліндіге жазамын. Бірліктерді бөлемін. 0-ді 2-ге бөлемін. 0, 0-ді бөліндіге жазамын. Жауабын оқимыз. Жауабы қанша балалар? 140. Енді балалар, біздің келесі кітапта тапсырмамыз бойынша, тапсырмамызға қарасақ, баған түрінде жазып, түсіндіре отырып есепте дұрыстығын тексер дейді. Бұл жерде балалар бізге 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейтуді берген. 230-ды 3-ке көбейтеміз. 230-ды 3-ке қалай көбейтеміз? Бағанағы әдіс бойынша баған түрінде 230-ды жазамыз. 3-ті ондықтың астына жазып көбейтеміз. Бірінші 3-ті 3 ондыққа көбейтеміз. 9 ондық. Енді жүздікке көбейтеміз. 2 жүздікке көбейтеміз. 2, 3, 6. 6 жүздік болды. Енді қасына 0-ді тіркейміз. Сонда санды оқимыз. Қанша шықты балалар? 690. Дұрыс айтасыңдар. Енді 690-ды жазамыз. Балалар, енді біз осы көбейтуді бөлумен тексереміз. 690-ды 3-ке бөлеміз. 690-ды жазамыз. Бөлінгішіміз 690, бөлгішіміз 3. Енді бөліндінің мәнін табамыз. Ол үшін 6-ны 3-ке бөлеміз. 6-ны 3-ке бөлеміз де шыққан бөліндінің мәнін бөліндіге жазамыз. 6-ны 3-ке бөлсек 2 болады. Бөліндінің мәні 2-ні жазамыз. Енді ондықтарды бөлеміз. Ондығымыз неше бізде балалар? Ондығымыз 9. 9 ондықты 3-ке бөлеміз. 9 ондықты 3-ке бөлсек 3 шығады. 3-ті бөліндіге жазамыз. Бірліктерді бөлеміз. 0-ді 3-ке бөлеміз. 0 шығады. 0-ді бөліндіге жазамыз. Сонда біз жауабын оқимыз. Жауабы қанша шықты балалар? 230 шықты. Дұрыс. Енді астында тұрған тапсырманы балалар осы әдіс бойынша өздерің шығара қойыңдар. Енді балалар, бүгін біздің тарауымыз су тіршілік көзі деп аталады. Ендіше мына жерде бізде балалар су қоймасы туралы есеп берілген екен. Су қоймасы дегеніміз не? Соған тоқталып өтсек.
Су қоймасы дегеніміз суды тоқтатуға, жинақтауға және сақтауға арналған өзендер алаптарында түзілген су тіркегіш ғимараттар мен бекемделген едәуір сыйымдылықтағы жасанды су қоймалары. Балалар, өздерің білесіңдер, Қазақстанда бірнеше су қоймалары бар екен. Енді келесі есебіміз осы су қоймаларына байланысты. Енді балалар, біз тапсырмамызды қарайық. Біздің тапсырмамыз теңдеулерді шеш, теңдеулердің түбірін өсу ретімен жазып, үлкен су қойманы анықта дейді. Балалар, біздер бұл жерде теңдеулерді шешіп, түбірін табамыз. Бірінші біздің су қоймамыз Көксарай. Көксарайдың орналасқан жері Сырдария өзені. Оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан екен. Екінші су қоймамыз Сергеев деп аталады. Есіл өзенінің жағасында орналасқан солтүстік Қазақстан облысында. Ал келесі су қоймамыз Қаратомар деп аталады. Ол Тобыл өзенінің жағасында орналасқан Қостанай облысында. Ал келесі біздің су қоймамыз Самарқан. Бұл Нұра өзен жағасында орналасқан Қарағанды облысында екен. Балалар, осы су қоймалардың ең үлкенін табу үшін біз мына жердегі теңдеулерді шешуіміз керек. Балалар, бұл жерде теңдеуді қарасаңдар, сендерге балалар қандай теңдеу берілген? Дұрыс айтасыңдар, күрделі теңдеу берілген. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып шығарамыз. 160 қосу y тең болады 310 көбейту 2. Балалар, енді біз бұл күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдыруымыз керек. 160 қосу y-ді сол күйінше қалдырамыз. Не істейміз? 310-ды 2-ге көбейтеміз. 160 қосу y тең болады 620. Y тең болады. Енді не істейміз, балалар? 620-дан 160-ты азайтамыз. 620-дан 160-ты алдық, балалар. Сонда бізде 460 шықты. Енді біздің теңдеуімізді тексереміз. 160 қосу 460 тең болады 310 көбейту 2. Енді тексеріп көрек. 160-қа 460-ты қосамыз. 620, 310 мен 2-дің көбейтіндісі де 620-ға тең. Теңдеуіміз біздің шықты. Енді теңдеудің түбірі бізде, балалар, нешеге тең болды? 460-қа. Теңдеудің түбірін сақтап қоямыз да, қалған теңдеулерді шешеміз. Сөйтіп, теңдеудің түбірін өсу ретімен жазып, қай су қойманың үлкен екенін білуге болады. Балалар, енді біздің келесі тапсырмамызға қарай көшетін болсақ, бұл жерде бізде, балалар, мәселе есеп берілген екен. Бір ыдыстың 5/1 бөлігіне 6 литр су сияды. Осындай 3 ыдысқа барлығы қанша литр су сияды деп сұрайды. Бұл жерде, балалар, қарасаңдар, біздің ыдысымыз 5 бөлікке бөлінген. Сол 5 бөліктің бір бөлігіне 6 литр су сияды екен. Біз, балалар, енді бір ыдыстың бір бөлігіне 6 литр су сиятын болса, үлкен ыдыстың ішіне қанша литр су сиятын біліп алуымыз керек. Ол үшін не істейміз, балалар? 6-ны 5-ке көбейтеміз. Сонда бір ыдысқа неше литр су сиятынын табамыз. Шешуіне жазамыз. 6 көбейту 5 тең болады 30. Сонда біздің, балалар, бір ыдысымызға 30 литр су кетеді екен. Ендеше 3 ыдысқа қанша литр су кетеді? Қалай табамыз оны, балалар? Сәл ойлансақ, оны табуға болады. Ол үшін не істейміз, балалар? 3 ыдысты 30 литрге көбейтеміз. Өйткені бір ыдысқа 30 литр су кетіп тұр. Енді 3 ыдысқа қанша литр су кетеді екен? 90 литр су кетеді. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Енді жауабын жазамыз. 3 ыдысқа барлығы 90 литр су сияды. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз осымен тамам. Енді келесі сабаққа дейін мен сендерге бүгінгі сабақты қалай түсінгендеріңді білу үшін осы сабақтың соңында 10 тест дайындап қойдым. Сол тестті сендер
орындап бүгін сабақты қаншалықты түсінгендеріңді білуге болады.